Чоқысы ватандашларымыз 1944 сенесі ана юртундан сургун етілгенлері аля бүгін хатырымыздадыр. Топрағымызға авдет олынған халқымызның эксериеті оз туған көйлеріне, евлеріне афсуски қайтып оламадылар. Ләкин кенді көйіне қайтқан инсанлар да бар. Ришат Қартбаба тамам ойле кішілерінің сайысындан ола. Ришат Арсланов Башмақ көйінде 1943 сенесі доғды. 1944 сенесі 18 майыс күні 11 айлық сәби екенде Ришат Қартбаба оз қорантасы иле туған көйінден, Қырым ватанындан сургун етіле. Ришат Қартбаба қорантасының сургунлік вақытында Черчик шеріне түше екен. Яд мемлекеттеді мектеп бітіріп агротехникумға оқымаға кіре. Қырымға қайтқанда Ришат бен Нуриле Арслановларда чоқ зорлық чектілер. Бір өзім көйіме келдім. Бір бүтін неден Башмақ көйінден анаммен мен келдік. Қайтып ветанымызға, көйімізге, ауылымызға. Біреу бірді қайтмадылар мұнда. Назад не вернулись многие. Просто это последний магикан, как считается, я в Башмаке. Здесь у меня тетя жила в Башмаке, Зикитам, такой Зикитам. Она тоже башмакская была, его родители, то есть не она, а его родители. Вот. Решат, не езди туда-сюда. Вот это твоя родина, это где родился, Коен. Не ходи никуда, вот здесь пропишись, на работу устроишься. Да, Арслановлар қорантасында Ришат Эфендінің бабасындан та Қырымда басылған Құран китабы сақланып қалған. Шу китап Арслановлар қорантасының ең қиметлі шейдір. Қартбабаның анасы вақытлары оңа ескі Башмақ көйі насыл олғаны ақында икее етеді. Оның икеелеріні Қартбаба аля бүгін хатырлай. Анам айтқанына көре, мұнда 70-80 қоранта бар еді. Құйынжанда жылғада еді көйіміз вообще жылға ішінде. Теран төбеге табан, анам айтар еді, жамы бар еді, потом түрмен бар еді. Түрмен уже точно. И екі немсе үйі бар еді. А біз Құйынжанда шу Башмақ Құйынжанда отыра едік. Доған еріне, көйіне қайтмақны, оз баласына Ришат Қарбабайның анасы ве бабасы насият еткен еділер. Чүнки олар ана юртундан сургун етілген олғанлар. Векенеде оз ватанына қайтмақ бұтын омур арзу ете еділер. Бүгін есе Ришат Қартбаба ана топрағында осымлюклернен ұғрашмаға, оларны етіштірмеге бек севе екен. Оз туған көйіне қайтып, мұнда оз қорантасының балалары вет орынчықларының шен шарамет яшамақта.